Егер мен сіздерге еркекті ұстап қалу туралы білгендеріңіздің бәрі дерлік аңыз десем ше. Кішкентай кезімізден бастап бізге сұлу бол, үйдің иесі бол, бағынышты бол, оған борщ пісір, жақсы көңіл күй сыйла деп құлағымызға құяды. Сонда бақытты боласың. Бірақ шынайы айтайық, еркектер шын мәнінде басқа әйелдерді жоғалтудан қорқады. Өздерінің баға жетпес құндылығының басты құпиясын түсінген әйелдерді бұл жауыз немесе өзімшіл болу туралы емес. Бұл ішкі күй мен нақты әдеттер туралы. Олар оған сізді жайлы әйел емес, өмірінің ең басты байлығы ретінде көруге мәжбүр етеді. Бүгін біз суды төкпейміз. Біз сіздің құндылығыңызды қазір өлтіріп жатқан болуы мүмкін сол қасіретті қателерді талдаймыз. Және еркек үшін жоғалту ойы ауыр тиетін әйел мінез құлқының 5 басты қағидатын ашамыз. Соңына дейін қарап шығыңыздар. Өйткені 5-ші қағида бұл оны жай ғана жаныңызда ұстап қана қоймай, сіз үшін жақсы болуға өзінің ұмтылуына мәжбүр ететін кілт. Бірақ құпияларға көшпес бұрын қызғылт көзілдірікті шешейік. Сіздің құндылығыңызды оның көзінде жоқ ететін 3 мінез құлық моделі бар. Сіз ең ақылды, сұлу және қамқор болсаңыз да. Бірінші, қасіретті қате. Оған толығымен сіңіп кету. Бұл ең көп таралған және айлалы тұзақ. Қалай болатынын еске алыңыз. Алдымен достарыңызбен кездесуді жоясыз. Ол кенет хабарласса. Содан кейін сүйікті хоббиіңізді тастайсыз. Өйткені енді кештер тек оған арналған. Сіздің армандарыңыз, мақсаттарыңыз, қызығушылықтарыңыз баяу артқы орынға ағысады. Ал ғаламның орталығы ол болады. Бұл адалдық сияқты көрінеді, бірақ еркек мұны басқаша көреді. Ол махаббатты емес, үмітсіз мұқтаждықты көреді. Әйел өзін жоғалтқанда, ол болжанды және өкінішке орай қызықты емес болады. Еркекті бастапқыда тұлға, тұтас адам тартады. Ал бұл тұлға жоғалып, оның көлеңкесіне айналғанда қызығушылық жоғалады. Ол өзін сүйікті еркек ретінде емес, сіздің өзіндік бағаңызды қалпына келтіру орталығы ретінде сезіне бастайды. Және бұл жауапкершілік оны тұншықтырады. Ол сізді жоғалтудан қорықпайды, өйткені ол астыртын түрде сіздің ешқайда кетпейтініңізге сенімді. Екінші қате. Үнемі наразы ана режимін қосу. Бұл басқа шектен шығу, үнемі сөгіп, сынап, талап ететін әйел. Сен аз ақша табасың, маған мүлдем назар аудармайсың, неге бәрін тағы да дұрыс істемедің? Кез келген диалог бұл талаптар тізімі. Мұндай әйелдің жанында еркек үнемі кінәлі және ештеңеге жарамсыз сезінеді. Оның реакциясы жабылып, алшақтап, оны қабылдайтын жерге қашу. Оны қайта жасауға тырыспайтын жерге. Бұл қатенің астында қамқор ана. Ол сынағаннан гөрі тым қамқорлық жасайды. Балағыңды кидің бе? Тамақ іштің бе? Мен өзім істеймін, сенің қолыңнан бәрібір келмейді. Ол сүйікті әйелден оның өмірінің менеджеріне айналады. Ал бұл құмарлықтың өлімі. Еркек одан қажетті серіктесті көруді тоқтатады. Ол одан ата-анасын көреді. Ал ата-анадан біз білетіндей бөлінуге тырысады. Оларды құмарлықпен қаламауға тырысады. Үшінші қате. Арзан манипуляциялар және қызғаныш ойындары. Бұл сенімді әдіс сияқты көрінеді. Ол сәл қызғансын, сонда сіздің оған қаншалықты қымбат екеніңізді бірден түсінеді. Корпоративтегі әріптесімен жеңіл флирт, телефондағы жұмбақ күлкілер, жанкүйерлердің топтары туралы әңгімелер. Қысқа қашықтықта бұл жұмыс істеуі мүмкін, ол оянып кетеді. Бірақ ұзақ мерзімді перспективада бұл басты нәрсені бұзудың тікелей жолы сенім. Ақылды еркек бұл ойындарды ойнағысы келмейді. Ол сенімді серіктес іздейді. Арзан драмалардың маманын емес. Үнемі қызғаныш тудыруға тырысу, оған сіздің сұранысқа ие екеніңізді емес, сіздің терең сенімсіздігіңізді көрсетеді. Ол сізді манипуляциялап жатқанын түсінеді. Ал бұл жоғалтудан қорқыныш емес, ашу мен құрметсіздік тудырады. Өтірік пен психологиялық айла-шарғылардың іргетасына мықты қарым-қатынас орнату мүмкін емес. Сонда неге бұл бәрі логикалық әрекеттер сияқты көрінетін қамқорлық, бірге болғысы келу соншалықты жиі кері нәтижеге әкеледі? Бәрі қарапайым. Бұл қателердің бәрі сыртқа оған бағытталған. Ал басты құпия сіздің ішіңізде жасырылған. Сіз ол үшін не істейтініңіз емес, сіз кім екеніңіз маңызды. Және міне, біз басты ұғымға келеміз. Өзіндік құндылық. Бірден ажыратайық.
Өзіндік құндылық бұл мақтау немесе сыннан жоғары төмен секіретін өзіндік баға емес. Өзіндік құндылық бұл сіздің ішкі тірегіңіз. Бұл сіздің туылғаныңыз үшін бағалы және сүйіспеншілікке лайық екеніңізді тыныш және сенімді білу. Сізде еркек бар ма? Сіздің фигураңыз қандай? Немесе лауазымыңыз қандай екеніне қарамастан, бұл өзіңізге деген құрмет. Оны алу үшін күресудің қажеті жоқ. Сіздің құндылығыңыз бұл оның назармен толтыруы керек бос ваза емес деп елестетіңіз. Сіздің құндылығыңыз бұл сіз өзіңіз жасайтын және өсіретін сәнді гүлденген бақ. Еркек бұл баққа келіп, оны тамашалап, тіпті жаңа сирек гүлдер әкелуі мүмкін. Ол сіздің жаныңызда керемет сезінеді. Бірақ егер ол кетіп қалуды шешсе, сіздің бағыңыз өрмейді. Ол гүлденуін жалғастырады. Өйткені оның өмір көзі сіз өзіңіз. Міне, бұл еркекте сізді жоғалтудан қорқуды тудырады. Ол әйелді ғана емес, одан тыс өмір сүретін және тыныс алатын бұл таңғажайып әлемге қол жеткізуді жоғалтудан қорқады. Ол оның өмірінде болу бұл сіздің саналы таңдауыңыз екенін, ал үмітсіз қажеттілік емес екенін түсінеді. Ал оны құрық саусақтармен ұстамайтын мұндай әйел керемет тартымды болады. Егер өзіңіздің құндылығыңыз туралы бұл тақырып сізге ұнаса, және сіз әйел психологиясын тереңірек түсінгіңіз келсе, міндетті түрде каналға тіркел және лайк басыңыз. Бұл ақпаратты қажет ететін әйелдерге видеоның жетуіне көмектеседі. Енді ең бастысы. Жоғары өзіндік құндылықтан туындайтын және ер адамды сізді бағалап қана қоймай, шынымен де жоғалтудан қорқатын 5 нақты мінез құлық моделі бар. Бірінші құпия. Сіздің өзіміздің өте қызықты өміріңіз бар. Бірінші және басты ереже. Құнды әйелдің өз өмірі бар. Ал ер адам оның маңызды, бірақ жалғыз бөлігі емес. Оның достары, хоббилері, мақсаттары бар. Ол телефонды күтіп, барлық істерін тоқтатып отырмайды. Оның әлемі, оның кестесі айналасында айналмайды. Ол өзіне қызық болғандықтан театрға жалғыз немесе құрбысымен бірге бара алады. Ер адам оның өзіндік қызықты тұлға екенін көреді. Бұл салауатты қашықтықты жасайып, және оның орталығы емес, оның таңғажайып өмірінің бір бөлігі болуға деген ұмтылысын тудырады. Екінші құпия. Сіз өз эмоцияларыңыздың қожайынысыз. Бұл нәзік, бірақ күшті құпия. Сіздің жақсы көңіл күйіңіз оның уақытында қоңырау шалғанына байланысты емес. Сіз оны қуанышыңыздың жалғыз көзі етпейсіз, және оны барлық қиындықтарыңыз үшін кінәламайсыз. Сіз бірдеңеге қол жеткізу үшін көз жасын немесе ренішті пайдаланбайсыз. Бұл сіздің темір ханым екеніңізді білдірмейді. Сіз өз сезімдеріңізбен бөлісе аласыз, бірақ сіз олармен бөлісесіз. Оларды бақыттарыңыз үшін жауапкершілікті оған аудармайсыз. Мұндай әйелдің жанында ер адам демала алады. Ол эмоционалды тербеліс емес, сенімді серіктес екенін біледі. Және ол бұл тыныштық аралшығын жоғалтудан қорқады. Үшінші құпия. Сіз жоқ деп айта аласыз. Өзін бағалайтын әйел өз шекараларын құрметтейді. Ол өзіне ұнамайтын, ыңғайсыз немесе құндылықтарына қайшы келетін нәрселерге қатысты тыныш және қатты жоқ деп айта біледі. Жоқ, мұндай тон мен үшін қолайлы емес, тыныш сөйлесейік. Жоқ, мен жоспарларымды соңғы минутта өзгерте алмаймын. Жоқ, мен бұл туралы талқыларым келмейді. Сіздің шекараларыңыз бұл айналаңыздағыларға арналған пайдалану нұсқаулығы. Ер адам, сіз ыңғайсыз болудан қорықпайтыныңызды көргенде, ол сіздің жақсы көңіл күйіңізді құрметпен алу керек екенін түсінеді. Төртінші құпия. Сізде сәл түсініксіздік бар. Толық болжау скучно. Құнды әйел ер адамға бірінші кездесуде барлық ішкі сырын ашпайды. Ол әр қадамын есеп бермейді. Онда әр қашан зерттегісі келетін тереңдік бар. Оның өзіндік бай ішкі әлемі бар. Онымен дозалап бөліседі. Бұл қар патшайымы ойыны емес. Бұл сіздің сол қызықты өміріңіздің бар екендігінің табиғи салдары. Ер адам сізді ешқашан толықтай түсіне алмайтынын сезеді. Және осы тартымды құпияға қол жеткізуді жоғалтудан қорқады. Және ақырында 5-ші құпия, ең маңыздысы. Сіз талап етпей, шабыттандырасыз. Жоғалтудан қорқатын әйел тілдемейді, шабыттандырады. Ол өзі үнемі дамып, идеялармен жанып, бұл жандағы ер адамды жағады.
Ол оғадан сенеді, оның жетістіктеріне шынайы қуанады. Бірақ оның мансабын немесе мақсаттарын өзінің жеке жобасына айналдырмайды. Ол оның бақылаушысы емес, музасы. Мұндай әйелдің жанында ол жай ғана күйеуі немесе жігіті ретінде емес, өзінің ең жақсы нұсқасы ретінде сезінеді. Және оны жоғалту бұл тек махаббатты ғана емес, өзінің күш-қуатының көзін жоғалту екенін жақсы түсінеді. Ал бұл барлық байланыстардың ең күштісі. Көріп отырғаныңыздай, әйелдің құндылығының басты құпиясы бұл айлалы техникалар жиынтығы емес. Бұл әрбір шешіміңізде көрінетін өзіңізге деген терең, адал құрмет. Оны қалай ұстап қалуым керек деген сұрақты өзіңізге қоюды тоқтатыңыз. Басқа дұрыс сұрақты қойыңыз. Мен өзім таңғалатын әйел болып өмір сүруді қалай құруым керек? Оны жоғалтудан қорықпаңыз. Оның орнына оны жоғалту бұл оның ең үлкен қорқынышы болатын әйел болыңыз. Оны клеткаға қамағаныңыз үшін емес, сіздің өміріңіз одан тыс қалғандай тамаша және толыққанды болғандықтан. Комментарийлерде 5 құпияның қайсысы сізге көбірек ұнағанын жазыңыз. Мүмкін сіз қазірдің өзінде бірдеңені сәтті қолданып жүрген шығарсыз. Құрметті көрермендерім, Алла разылығы үшін бір өтінішім бар еді. Егер видеоларым сізге пайдалы болып жүрсе, арнамаға жазылып қойсаңыздар, мен шын жүректен қуанып қаламын. Тек подписаться батырмасын бассаңыз жеткілікті. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін ең үлкен мотивация. Әрбір жазылушы мен үшін өте қымбат және ерекше. Дендеріңіз сау болсын, ауырмаңыздаршы. Үйлеріңіз берекеге, жүректеріңіз тыныштыққа толы болсын. Құрметті менің ең жақын көрермендерім. Егер сіз менің айтқандарымды түсініп, өмірімізде жақсы өзгерістерді көруге дайын болсаңыз, мені қолдап, арнама тіркеліп кетіңізші. Әрбір тіркелген адам мен үшін ең қымбат әрі бағалы адам. Сіздер менің күшімсіздер. Мен сіздермен бірге өсіп, дамып, өмірдің шынайы құндылықтарын ашатын боламыз. Бірге болайық. Тек құрметті адам болу емес, өзімізді сыйлайтын, күшті адам болайық. Сіздерге ең жақсы тілектер мен қуат. Мен сіздер үшін әрқашан пайдалы боламын.